Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы бойынша сұхбат беретін бүгінгі эфир қонағы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік көрсетілетін қызметтер басқармасының бас маманы Саду Ләззат Тұрғанбайқызы. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Ләззат Тұрғанбайқызы, мемлекеттік қызметтер адам өмірінде қандай орын алады? Азаматтар мемлекеттік қызметтермен өмір бойы байланыста болады. Атап айтқанда, туғаннан бастап мектепке бару, балабақшаға жазылу, жәрдемақыларды алу деген сияқты мемлекеттік қызметтермен өмір бойы тұспа-тұс келеді. Жақсы. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі қалай реттеледі және көбіне қандай бұзушылықтар кездеседі? Мемлекеттік қызметтер, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімімен айқындалған. Ол жерде 1300-ге жуық мемлекеттік қызметтер көрсетіледі Қазақстан Республикасы бойынша. Әр мемлекеттік қызметтің өзінің тәртібін айқындайтын қағидалары бекітіледі. Қағидалар орталық мемлекеттік органдармен бекітіліп, барлық қызмет берушілер сол қағидалар талаптарына сәйкес сол мемлекеттік қызметтерді көрсетуге міндетті. Ал бұзушылықтарға келетін болсақ, Астана қаласы бойынша департаментімен 2025 жылдың қорытындысын алатын болсақ, 31.000-нан аса мемлекеттік қызмет көрсету саласында бұзушылықтар анықталды. Оның ішінде ең көп бұзушылықтар мемлекеттік қызметті көрсету мерзімінің бұзылуына келеді. Ал енді бұзушылықтарға келетін болсақ, Астана қаласы бойынша департаментінен мемлекеттік қызмет көрсету сапасына жүргізілген бақылау нәтижелерінде 31.000-нан аса бұзушылықтар анықталды. Оның ішінде ең көп бұзушылықтар мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін бұзу фактілері болып табылады. Түсінікті. Ал департамент бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізеді? Департамент бақылау шараларын жүргізеді осы мемлекеттік қызмет көрсету сапасына, және де қызмет алушылардың құқықтарын қалпына келтіру бойынша жұмыстарға үлкен мән беріледі. Бақылау шаралары бізде жоспарлы және жоспарсыз берулер, сонымен қатар сыртқы бақылау шараларында жүргіземіз. Яғни шағым берушілердің шағымын күтпей, біз проактивті түрде олардың құқықтарын қалпына келтіру бойынша соңғы жылдары үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Атап айтқанда, мысалы ақпараттық жүйелерге қолжетімділік ала отырып, құқықтары бұзылған қызмет алушыларды өзіміз анықтап, солардың құқықтарын қалпына келтіру бойынша жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Атап айтқанда, 2025 жылы 188 қызмет алушының құқығы осы біздің проактивті түрде өзіміз анықтаған бұзушылықтар бойынша қалпына келтірілген қызмет алушылар болып табылады. Түсінікті. Құқықтарды қалпына келтіру бойынша нақты мысалдар келтіре аласыз ба? Құқықтарды жаңа айтып кеткенде сыртқы мониторинг арқылы 188 десем, шағым қарау нәтижесінде 21 қызмет алушының құқықтары қалпына келтірілді. Ал мемлекеттік қызметтерді көрсету дегеніміз, ол азаматтарға материалдық немесе материалдық емес игіліктерді беруді көздейді. Соның ішінде материалдық игілікті беруді көздейтін құқықты қалпына келтіру мысалын келтіретін болсақ, бір қызметші өзінің тұрғын үйін жекешелендіру бойынша мемлекеттік органға қызмет алушыға жүгінген болатын. Олар мемлекеттік қызмет көрсету кезінде тұрғын үй комиссиясымен қызмет алушыларға бас тартылған себебі, бұл қызметші алдын жекешелендіру құқығын алған деген себеппен сол тұрғын үй комиссиясы бас тартуды ұсынған. Нәтижесінде қызмет алушы біздің департаментке жүгінді. Біздің департамент жүргізілген бақылау шарасы барысында ол қызмет алушының алдын 1994 жылы купондық механизммен, яғни купондық тетікпен жекешелендіру құқығын жүзеге асырғаны анықталды. Тұрғын үй комиссиясы осы заң нормаларын дұрыс өздері талқыламаған. Яғни заңда кез келген Қазақстан Республикасының азаматы жекешелендіру құқығын тек қана бір ғана рет алады делінген. Ол жерде сонымен қатар купондық механизммен алынған жағдайда ол бас тарту негізі болып табылмайды делінген. Осы мәселеге мән аударылмаған, сондықтан купондық механизммен алынған жекешелендіру алдағы уақытта қызмет алушыға жекешелендіру құқығын айырмайды.
Сондықтан департаментпен ұсыным енгізіліп, қызмет алушыға жекешелендіру құқығы қайта қаралып, жекешелендірілді тұрғын үйі. Бақылау жұмыстары қандай қорытынды көрсетіп отыр? Бақылау жұмыстары жаңа айтып кеткендей, тексерулер аяқталған соң және қызмет берушілердің шағымдарын қарау нәтижесінде 31 мыңнан аса құқық бұзушылықтар анықталды. Оның нәтижесінде ұсынымдар енгізілді. Мемлекеттік органдарға рұқсат құжаттарының мерзімдері бұзылу немесе тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік хаттамалар түзілді және тәртіптік жауапкершіліктері қаралды. Одан әрмен қарай осындай бұзушылықтарға жол бермеу мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Алдағы уақытта осындай сипаттағы бұзушылықтар азаяды деген үміттеміз. Сонымен қатар шағым иелерінің құқықтары қалпына келтірілді. Атап айтқанда 2025 жылдың қорытындысы бойынша 284 қызмет алушының құқықтары қалпына келтірілді. Бұл дегеніміз сотқа жүктеменің біршама азайтқанын көрсетеді. Яғни департамент сотқа жүгінбей қызмет алушылардың құқықтарын қалпына келтірді. Ләззат Тұрғанбайқызы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге тек абырой тілейміз. Рахмет, сау болыңыздар.